Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге мәдениет Орал парақшасының тікелей эфирінде мемлекеттік тіл мәртебесін айшықтау мақсатында 23 сәуір күні 2021 жыл Орал қаласы әкімдігінің қолдауымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен іске асыруымен қолға алынған «Сіз не дейсіз» жобасы бүгінгі тікелей эфирге баршаңызда қош келесіздер. Әдеттегідей, біздің бүгінгі тікелей эфирдің қонағы адвокат, Батыс Қазақстан облысы адвокаттар алқасының мүшесі Абзал Құспан. Абзал мырза, бүгінгі эфирге қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік. Рахмет, жақсы бәрі. Жақсы, ендеше жалпы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтерген заңды құқықтық істерде Абзал Құспан есімі өте жиі аталады. Оның бұл саладағы атқарып жүрген жұмыстары кейде қауымға жетіп жаса, кей уақытта жетпей қалып та жатады. Оған қоса елдің мәдени-рухани тынысын жақсартуға септігі тиер бірнеше кітап пен жобалардың да басы қасында сіз жүресіз. Ендеше осы ел болашағы, тілдің болашағы деген сәтте расымен де жаңа ғана жоғарыда айтып өткендей, сіздің есіміңіз өте жиі аталады. Ендеше осы бүгінгі біздің тақырыбымыз мемлекеттік тіл мәртебесін қайтсек қалай көтереміз жөнінде өрбейтін болады. Ендеше эфиріміздің дәстүрлі сұрағы, туған тіліміз не себепті әлі өзінің тұғырына тұрақтай алмай жүр? Талайлардың тепкісінде не себепті жүр? Осы турасында не дейсіз? Бұл жерде екі мәселені басып атауымыз керек. Ең бірақ соның ішінде маңыздысы менің өзімнің түсінігімде, өзімнің қабылдауымда, ол мына тұтынушылар дейді. Тілдік тұтынушылар, орысшасы носители языка дейді. Яғни қалың көпшілік сіз бенен біздің табандылығымыз жетіспей жатырғандығында. Екінші бір себеп бұл әрине мемлекеттің ерік жігері, қалауы, қолында бар мүмкіндікті, билікті пайдаланбауы. Бірақ одан да көрі мынау тіл тұтынушыларының, яғни қазақ тілді ортаның осы тіл мәселесіндегі енжарлығы. Ол осыны мен баса айтқым келеді. Оған дәлелдеп те бере аламын. Қазір көп адам өзінен жауапкершілікті ысырып тастағысы келеді де айтады, ол мемлекеттің қолындағы шаруа, ол біздің қолымызда қандай билік бар деп. Бұл үшін биліктің қажеті жоқ. Бұл үшін жай адамдардың белсенділігі қажет. Сонау СССР кезіндегі Өзбекстанда жағдайды, Өзбекстан елінде болған жағдайды талайлардан естіген шығарсыз, болмасаңыз да көрмесеңіз де мен болып та көргем, көзіммен көргем. Өзбекстанда СССР-дің құрамында ол кезде заңның бәрі орыс тілінің үстемдігіне жұмыс жасап тұр. Өзбек тілі ол кезде әлі мемлекеттік тіл деген статусты алған жоқ. Соның өзінде базарларда, дүкендерде, көптеген халыққа қызмет көрсететін орындарда қарапайым өзбек этносының, өзбек ұлтының өкілдері сізге тек қана өзбек тілінде қызмет көрсететін еді. Егер сіз орыс тілінде сұрақ қойсаңыз, онда сізге қызмет көрсетпей қойды. Естісе де естімеген кейіп танытып, түсінсе де түсінбеген кейіп танытып, осындай кәдімгі толық игнор жасағанның нәтижесінде Өзбекстанда тұратын орысың бола ма, еврейің бола ма, қай бір ұлт өкілі болмасын, барлығы өзбек тілін түсінуге мәжбүр болды. Ал біз осы жағдайға арамызда мінекей тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болғалы отыр, әлі қол жеткізе алмай отырған себебіміздің бір ұшы осында жатыр. Сонда дәл осы дүниеге билік пе, қоғам ба, жоқ әлде біз бе жауапты? Биліктің де жауапкершілігі мен жоқта шығармаймын. Оны күн тәртібінен алып тастай алмаймын. Әрине ол да бар. Бірақ бірінші кезекте қоғам болып қолға алмай отырғандығымыз. Өзіңіз ойлап қараңызшы, шын мәнінде де біздің кейбір атқарып жүрген ісіміз бір қожа насырдың тірлігінде ол көрінеді. Талай басқа ұлт өкілдері, мен нақты ұлт екенін айтпай қояйын, ол орыс болуы мүмкін, ол мордва болуы мүмкін, ол украиндық болуы мүмкін, неміс болуы мүмкін, мен білмеймін. Бірақ неміс ұлтының өкілдерінен ондай қазақ тіліне құрметсіздікті біз естіген жоқпыз жалпы. Мен мысал ретінде айтып жатқаным ғой. Басқа ұлт өкілдерінің аузынан талай мәрте естіген бір әңгімеміз бар. Әуел өздерің үйреніп алсаңыздаршы деген. Дұрыс айтасыз. Ал енді осы сөздің бір шындығы бар ғой. Оны біз жоққа шығара алмаймыз ғой. Біз толығымен қазақша сөйлеп жүрсек өз ана тілімізде, және қазақ тілін талап етіп жүрсек қазақ тілінде, онда басқа ұлт өкілдерінің олай айтуға моральдық тұрғыдан құқығы болмаған болар еді, және тілдік проблема дәл бұндай өткір тұрмаған болар еді. Демек, сол дүниеге өзіміз жеткізіп отырмыз. Иә. Дұрыс айтасыз. Ендеше келесі сауалым, тілдің мәртебесін көтеру жолында қолданыс аясын кеңейту мақсатындағы атқарылып жатқан жұмыстарға көңіліңіз тола ма жалпы?
Енді мүлдем жаңағыдай ауызды қу шөппен сүртуге де болмайды әрине. Салыстырмалы түрде нақты айтайын, иә. Мемлекеттік органдарда бір анау айтқандай тілдік проблема бар деп есептемеймін. Мысал үшін, мен енді мектепті осы Орал қаласынан бітірген адаммын. 95 жылы біз осы Орал қаласынан мектеп бітірген кезде, мен бітірген мектеп 11-ші дарынды балаларға арналған мектеп лицей интернаты, ол Оралдағы жалғыз қазақ мектебі болатын. Біз 90 жылдардың басында түстік сол мектепке. Ол кезде кез келген ұйым, кез келген мекеме, кез келген контора айтор, қандай да бір болмасын, ол жерге барып қазақша бірдеңе сұрап, қазақша бір нәрсе талап ету мүмкін емес нәрсе еді. Қазіргі таңда мен Орал қаласы бойынша айтып отырмын. Ол кез келген мекемеге барып, әрине қазақ тілінде сіз кез келген адам талап етіп өзінің қызметін ала алады. Ондай проблема жоқ. Мүмкіндік бар дейсіз ғой. Ал мәселе және ең ауқымдысы мынау жалпы мына тұтынушылардың өз арасында, яғни ең көбі мына мемлекеттік емес мекемелер, жеке секторларда болып тұр мәселе. Жеке секторларда. Көрдіңіз бе? Ал жеке секторларда қазақ тілін қолданысқа енгізудің маңыздылығы неде? Оның маңыздылығы сол, адам баласы күн сайын, таңертең мысалы үшін үйіңізден шыққан сайын, сіз күн сайын әкімшілікке бармайсыз. Күн сайын прокуратураға бармайды. Күн сайын сотқа барып соттасып жүрмейді. Яғни күн сайын мемлекеттік органның қызметін пайдалана бермейді ол. Айына бір рет барса барады, тіпті жылына бір рет баратын адамдар болады мемлекеттік мекемелерге. Ал бірақ күн сайын ол бір затты, бір қызметті тұтынады. Ол қоғамдық көлікке мінеді. Ол егер өзінің машинасы болатын болса, автозаправкаға тоқтайды. Жанар жағармай бекетіне. Ол егер әртүрлі ауруханаға барады, дәріханаға барады, дүкенге барады, тағысын басқа. Міне осы жерлерде қазақ тілін білетін жердегі адамдар әрине қазақша қызмет көрсетеді, қазақ тілін білмейтін адамдар олар қажеттілікті түсінбейді. Заң оларды міндеттеп тұр. Қазақстан Республикасының тілдер туралы заң және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң екі бірдей заң міндеттеп тұр қызмет көрсетушілерге. Сіздер қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндеттісіңдер деп тұр. Ал осы заңды талап ететін біз адамдарды таба алмаймыз, белсенділерді. Яғни осы тұрғыдан алып қарасаң, жаңа мемлекеттік органдарда мен ілгерілеушілік бар деп есептеймін. Ол жақта тілдік дискриминация белгілері жоқ. Ал жеке секторда біз әзірге қатарымызды көбейте алмай жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, нақтылап белгілеп тұр, осы мемлекеттік тілді білуін керек, меңгеру керек. Ал жалпы осы заңға бағынбайтындарға не себепті әлі күнге ешқандай жаза қолданылмайды? Бұл жерде үлкен бір мәселе, мынау қолданыстағы заңымыздың дұрыс болмай тұрғандығы. Заңымыз деген кезде, заң қандай жағдайда заң деген бір толық табиғи өзінің былайша айтқанда табиғатын ашады заң деген сөзін. Ол заң орындалуымен. Ал заң орындалмаған жағдайда, онда күштеп орындатуымен, оған да болмаған жағдайда жауапкершілік тартуымен. Енді қараңыз, тілдер туралы заң бар. Оның 4-ші бабында қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қоғамдық қатынастардың барлық саласында да орындалуға жатады. Яғни қызмет саласы болсын, жеке сала болсын, мемлекеттік сала болсын, сот саласы болсын, барлығына да бірдей қазақ тілінде өзінің жаңағыдай статусы белгіленген. Одан бөлек мынау тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңның 24-ші бабында да дәл осындай мәселе жазылған. Онда нақты көрсетіп тұр. Қызмет көрсетушілер барлық тауардың атауы, жұмыстың, сосын қызмет көрсетудің өзін барлығын қазақ тілінде көрсетуге міндеттісіңдер деп тұр. Жақсы, бұл заң бар. Мынау тіл белсенділері дүкендерге, базарларға, болмаса жаңа басқа да қызмет көрсету орындарына барған кезде, нысандарына барған кезде осы заңды басшылыққа алып талап етеді. Көп жағдайда ұлттық, басқа да ар намысына тиетін сөздер айтып, боқтап, балағаттап, тіпті кей жағдайда біздің бір тіл белсенділерін ұрып жүрген жағдайда болған, өстіп жаңа заң бұзады. Ал енді осыған қолданылатын шара Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңының 75-ші бабымен жауапкершілік көзделген. Бірақ ол осы салада уәкілетті орган тілдер дамыту басқармасына берілмеген. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 75-ші бабымен әкімшілік істі қозғау құқығы бірден бір уәкілетті орган тілдер дамыту басқармасында жоқ. Мысал үшін түсінікті болу үшін айтайын. Ветеринария туралы заң бар. Егер ветеринария туралы заңның талабын бұзатын болсаңыз, сізге ветеринария қызметі үстіңізден әкімшілік іс қозғайды.
құқығы бар дейсіз ғой. Санитарлық талапты орындамаған үшін сізге СЭС мекемесі әкімшілік іс қозғайды. Дұрыс айтасыз. Бұл барлық салада бәрі дәл тілге келген кезде мұндай құқықты бермей қояды. Бұл құқық тек қана прокуратура органдарында бар. Ал Қазақстан Республикасы бойынша менде қолымда мәлімет жетіп артылады. Біз енді бас прокуратураға жаздық. Білмеймін, естімейтін үкімет деп жатырмыз ғой. Естімейтін прокуратура бар біздің үкімет, біздің осы мемлекеттік жүйелерде. Естімейтін. Қанша айтсақ та, қанша жасақ та, міне біздің тіл белсенділері алып прокуратураға осы мәселені береді. Әкімшілік іс қозғаңыз, мінекей, біздің құқығымызды бұзып тұр тұтынушы ретінде деп. Ол алады да автоматты түрде уәкілетті орган деп мынау тілдер дамыту басқармасына жібереді. Тілдер дамыту басқармасы кері жібереді. Біз мына әкімшілік іс қозғай алмаймыз. Құқығымыз жоқ. Біздің құқығымыз жоқ деп. Бұл біздің хатымыз сол екі ортада бүйтіп жүрген кезде әкімшілік жауапкершілік тарту мерзімі 2 ай. Яғни осы оқиға болған, орын алған күннен бастап, белгілі болған күннен бастап 2 айдың ішінде әкімшілік жауапкершілік тартылып үлгеру керек. Әр жағында оның мерзімі өтіп кетеді. Сөйтіп жүргенде мерзім өтіп кетеді, біз жаңағыдай екі ортада ақымақ болып қаламыз, былайша айтқанда. Шешімсіз қалады дейсіз ғой. Бұл тілдерге қатысты заңда мына әкімшілік кодекске дұрыстап өзгеріс енгізу керек. Соның ішінде бір ғана біздің талабымыз тілдер дамыту басқармасына осы құқықты, осы құзыретті беру. Қазір көптеген азаматтар осы заңның ерекшеліктерін білмегеннен кейін осы мына тілдер дамыту басқармалары не істеп отыр, осылар не шаруа тындырып отыр деп көп жағдайда осы тілдер дамыту басқармасына тіл тигізіп жатады, былайша айтқанда. Дұрыс айтасыз. Ал олардың қолдарында ескерту жасағаннан басқа, разъяснительная работа дейді, жаңағыдай шығып түсіндіру жұмыстарын жүргеннен басқа, яғни жалынғаннан басқа, егер әр нәрсені өзінің атымен айтқаннан, айналайындар, заңды бұзбаңыздаршы, мына тіл туралы заңды құрметтеңіздерші, сыйлаңыздаршы деп, сөйтіп жалынғаннан басқа ешнәрсе жоқ олардың қолында. Дұрыс айтасыз. Ендеше қымбатты көрермен, мінекей жаңадан қосылып жатқан болсаңыздар, Мәдениет туралы парақшасының тікелей эфирінде сіз не дейсіз жобасы. Бүгін бізде қонақта адвокат, Батыс Қазақстан облысы адвокаттар алқасының мүшесі Абзал Құспан. Біздің бүгінгі тақырыбымыз мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру жолында не істесек болады деген сан сауалға бүгін жауап беретін боламыз. Егер де біздің эфир қонағына қояр сауалдарыңыз немесе білдірер тілектеріңіз болса, міндетті түрде тікелей эфир барысында біз естіп көріп жолдайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болып, өз сауалдарыңызды, жолдауларыңызды сұраймыз. Ал енді Абзал мырза, тіл туралы айтылатын сөзіміз, әңгімеміз өте көп секілді. Сондықтан шайдан да ала отырыңыз. Әрі қарай дәл қазір келесі кезекте дәл осы тілдің айналасында қай бір дүние болсын, тәрбиеден бастау алатын сөзсіз ғой. Осы соңғы әзірде көріп естіп жүргеніміз, осы ұлттық тәрбие, дұрыс тәрбие деген дүние жайменде бірде көзге көрініп, бірде көзге көрінбей жойылып бара жатқан секілді. Мүмкін енді, өйткені бұған тәрбие немен беріледі? Ұлттық тәрбие. Ол ұлттың өзінің ана тілімен беріледі. Қадыр Мырзалиевтің бір шумақ өлеңін есімізге түсірейікші. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Өзіміздің тілімізде, яғни өзіміздің арымыз. Бұл мәдениетіміздің кәдімгі бөлінбейтін бір бөлшегі ғой тіл дейтін. Енді оған енді дәлел келтіріп жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді бүкіл әлемнің ғалымдары оны әлдеқашан айтып, анықтап, орнын белгілеп қойған тілдің қаншалықты маңызды екендігін. Ал енді сол тілге деген құрмет, тілге деген жалпы осы сенім, өз ана тілінде жаңағыдай сөйлеу деген қажеттілік болмағаннан кейін жерде, тиісінше біз мәдениетімізден де, ұлттық әдет ғұрып салт дәстүрімізден де жайлап жырақтай беретіндігіміз ол аксиома, былайша айтқанда. Ал оны біз арымыз деп танымайтын болсақ, мен үшін әзірге осы ауылдың тәрбиесін көріп өскен жерде, мынау son 90 жылдардың басында 11-ші мектеп сияқты ұлттық тәрбиені беретін кәдімгі осындай керемет бір мектептің түлегі болғаннан кейін жерде әзірге бұл мен үшін өте қастерлі. Ал бірақ та осы қалада, айталық, осы қалада дүниеге келген бір жас отбасын алып қарайық. Кішкентай бала, 5 жасар, 10 жасар бала болсын. Дүкенге барып, өз ана тілінде қызмет ала алмайтын. Яғни өзінің ана тілі нанды сатып алуға элементарный право дейді бұны. Элементарно сондай құқық жоқ болатын болса, онда ол қайдан оған жаңағы тілге деген құрмет болуы мүмкін оның, тілге деген қажеттілік болуы мүмкін оның. Сол себепті өстіп жайлап іргеміз ажырай беретін болады. Егер бұл процесті ары қарай тоқтатпайтын болсақ, ең бірінші тілді сақтап қалуымыз қажет.
тіл арқылы барып біз бәріне жалғанамыз. Оған тағы да бір мысал, мына еврей халқының иврит тілі. Күні кеше 60 жылдардың аяғында мемлекет болып құрылды. Бірнеше жүз емес, бірнеше мың жыл бойы мемлекеттіктен айырылып қалған ел. Өздерінің салттары да, дәстүрлері де енді қиын ғой енді. Жаңадан мемлекет болып құрылған кезде ең бірінші кезекте олар тілді тірілту қажеттігін түсінді. Тілді өрістету қажет екенін түсінді. Сол себепті де қанша қиын болса да, қанша қолайсыз болса да, өздеріңіз ойлап қараңыз, бірі кеңес үкіметінен келіп жатыр, олар орыс тілінен басқа тілді білмейді. Бірі Европадан келіп жатыр, ол сол елдің тілін біледі. Бірі Америкадан, жан-жақтан тарыдай шашылып, жан-жақтан шашылып кеткен еврейлер жиналады, жаңадан, және айналасының бәрі араб елдері қоршап тұрған өте бір сондай жаудың ортасы деп өздері сөйтіп айтады. Айналамыз қоршаған жау деп өздері. Енді шындық қой енді. Ближний Востоктағы жағдайды біз бәріміз білеміз. Сөйтеді де ең бірінші барлығы осы иврит тілінде сөйлеуді қолға алады. Содан кейін барып қана бүкіл салт дәстүрлерін басқалар бәрін бірыңғайлап бір нетеді. Мен енді ол туралы біраз әдебиетті оқығам, осы еврейлердің мықтылығы неде, олардың тілінің сақтап қалу құдіреті неде деп. Оның да бір жолы жан-жақта жүрген еврейлер біз ана тілдерін ұмытпау үшін ең бірінші кезекте мынау өз тілдерінде бесік жырын ұмытпаған екен. Бесік жырын. Еврей әлемнің қай түкпірінде жүрсе де, сол бесік жырын ұмыттырмай, бесік жырын айтқан екен аналары. Сол бесік жырындағы және оның бесік жырының біз мынау сөздік құрамын зерттедік. Сонда Құдай оны ақылды еврей қылып өсірер деген сөздер бар ішінде. Сонда оның ішінде сенің кітабың Тәурат, сенің ұлтың еврей, сенің тілің иврит, сен ең ақылды, сен Құдайдың сүйген құлсың, сен ең ақылды еврей болып өсесің деп анасы бесіктегі балаға бесікте жатқанда берген ілім деп айтылады ғой біздің өлең жолдарында. Берген білім деп. Сол білімді беріп тастайды екен. Сол бесік жырында сол ақпаратты алған бала кейін әрине өсе келе оған айтады: сен өзің еврей екеніңді айтпауың керек. Сен жаңағыдай мына жерде өзіңді орыспын деп айтасың, өзбекпін деп айтасың, басқа ұлтпын деп айтасың, бірақ өйткені саған байланысты осындай бір жаугершілік көзқарас бар дегенді айтады. Бірақ ең бастысы бесік жырымен берілген білім, ананың сүтімен берілген білім, ол мынау фундамент сияқты, іргетас сияқты қалыптасып қалады екен. Дұрыс айтасыз. Біз бұл жағдайда да көп айта аламын еврейлердің ерекшелігіне байланысты. Біз бір қызық жағдай, осылай әңгіме айтып жатсаң, көп адамдар қазір, ой, еврей дегенді қойшы, жаңағы әлен деп пәлен деп біздің жауымыз дегенде әңгіме айтады. Енді бұл жау болмақ түгіл тағы бірдеңе болсын. Бірақ енді қазаққа бір қылған жаулығын біле бермейді екен. Тіпті жау болған жағдайдың өзінде біз бұл осындай бір жақсы үлгі боларлық нәрселерін үйренуіміз керек. Біз оны еврей болу үшін шақырып отқан жоқпыз ешкімді. Дұрыс айтасыз. Діннен бас тартуға шақырып отқан жоқпыз. Біз солардың методикасын алуымыз керек деп отырмыз да. Сол себепті біздің ең алғаш шыққан кітаптарымыз әлдейден эпосқа дейін деп аталады. Әлдей ол бесікте тербетіліп жатқан кезде әлдей айтады. Әлдейден эпосқа дейін, эпос дегеніміз ол баланың азамат болып, тұлға болып, эпостық батыр жырлардың кейіпкері сияқты қалыптасуы. Осы екі кезеңнің арасын қамтитын әлдейден эпосқа дейін деп аталады. Және осы еврейлердің бесік жырынан басталады. Сонымен қатар татар халқының бесік жырының үлгілерін алдық. Сондағы сөздік құрамды зерттедік деген сияқты. Керемет. Шайдан ала отырыңыз, Абзал мырза. Қымбатты көрермен, мінекей жаңа ғана тыңдай білген, ести білген, көре білген адамға Абзал мырза ой саларлықтай кереметтей дүние айтты. Расымен де біздің қазақтың әрбір айтқан сөзінің құдіреті, қасиеті, ой саларлық дүниесі бар. Оның ішінде тәрбие тал бесіктен басталады деген сөздің өзі әрбір адам баласына үлкен ой салады. Жаңа ғана жоғарыда еврей халқы туралы айтып өткен сөзінің өзінде ол кісілердің бала күннен, бала шақтан, сәби шақтан берілетін тәрбиесінің өзі ананың сүті мен, әкенің қаны мен қала берді пайым парасат және ән арқылы, өнеге арқылы берілетін тәрбие. Жалпы қазақта тәрбие тал бесіктен бұрын
құрсақтан басталады деген керемет сөз бар. Яғни болашақта өзінің елін жерін, туған тілін сүйетін ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, әрине ең бірінші құрсақтан тәрбиені бастаған дұрыс шығар деп пайымдаймыз. Келесі кезекте Абзал мырза, осы сіз эфирге қонақ болып келеді деген сәттен бастап әлеуметтік желінің барлығын шарлап сіз туралы біраз ақпаратқа қанық болдым. Соның ішінде осының алдын сіз секілді эфирімнің қонағы Нұрлан Сәдір мырза болған болатын. Ол кісінің негізгі тәрбие құралы отбасында балаларымен мәміле жасау және жырларды, осы дастандарды балаларына үйрету екен. Ал сіздің негізгі тәрбие құралыңыз Абайды оқытудың бір жүйесін қалыптастырған екенсіз. Осы туралы кеңірек әңгімелеп берсеңіз. Иә, жаңағы Нұрекеңмен біздер енді отбасымызбен, бала-шағамызбен араласамыз, құраласамыз. Әрине біздерде балаларымызға жыр, дастан, қиссаларды жаттатуды қолға алғанбыз. Неге десеңіз, неге осы жыр, дастандарды алып отыр? Не үшін? Өйткені оның ішінде тілдік компоненттеріміз өте бай. Оның ішінде біздің бұрынғы, жүздеген жылдар бұрынғы кейбір дастандарымыз тіпті мыңдаған жылдарға дейін тарихы бар. Сол кездегі сөз, сол кездегі ол сөздерде сыр жасырынған, құпия бар, былайша айтқанда, құпия сырлар жасырынған. Ол сол сөздерді айту арқылы, оны түсіну арқылы, оны жадыға тоқу арқылы кәдімгідей ұлттық кодымыз сонда жасырынған ғой, ұлттық кодымыз тіріледі, ішіміздегі ұлттық жаңағыдай сана сезіміміз тіріледі. Өйткені ұлттық кодтар жасырылып тұр ол жыр дастандарда. Ал енді мен шын мәнінде де өзім осы бір белгілі бір жаңағыдай ғылыми, әдеби, мәдени ортаға тап болмас бұрын бала күнімнен, кішкентайымнан өзім Абайдың өлеңдерін және қара сөздерін тереңінен оқып түсінуге тырысқам. Бұған мүмкін менің осы бірнеше мектепті ауыстырғам, жалпы осы 11-ші мектепке келгенге дейін. Мектеп жасында сол бірінші осы қазақ тілі әдебиеті сабағынан сабақ берген пәннен класс жетекшіміз болған. Жаңақала қаласындағы ардақты ұстазымыз, Жаңақала ауылында тұрады қазір. Сол Жансалқам Рахымғалиқызының еңбегі деп ойлаймын. Ол кісі бізге қарапайым айтып, мен оны тура мағынасында түсініп қалып, Абай жолын 3 рет оқымаған адам ешқашан өзінің қазақпын деп айтуға моральдық тұрғыдан құқығы жоқ деп. Мен бірақ 3 рет оқи алмай, сол мектеп жасында жүргенде 2 рет оқып, әбден Абайға былайша айтқанда бала Абайға да, дана Абайға дейін оқып, зерттеп, әбден ғашық болғанбыз. Содан осы сырын түсінуге тырыстым ғой енді. Ол кісінің өскен ортасы қандай, алған тәрбиесі қандай деген нәрселерде. Сол кезде мынадай бір қызық заңдылықты байқадым. Мысалы үшін Абай өлеңдерін алып қарайық, иә? Өлеңдері. Бірде-бір өлеңінде мән жоқ, мағына жоқ, жай бір суреттеу мағынасында бере салған өлең көрмейді. Міндетті түрде бір мән, мағына, терең бір тылсым сырлары бар әрбір өлеңінің. Мәнсіз, мағынасы жай бір ерігіп отырып, болмаса бір көңілі бір келіп қалып, бір шабыттанып айта салған өлеңдері мен байқамаймын. Әр өлеңінде бір тұнып тұрған сыр. Мектеп жасында мен түсінгенім бір бөлек, студент кезінде оқимын. Енді Абай атамыз кітаптары жұп-жұқа 2-ақ кітапқа сыйып кетеді. Иә? Өлеңдері де, қара сөздері де. Кейін азамат болдық, қызметке тұрдық, яғни саналы өмірге қадам бастық. Ол кезде басқаша түсінемін. Әр кез жаңадан бір қыры, жаңа жағынан бір қыры ашылады да отырады, маған ашылады да отырады. Сол себепті мен осы отбасылы болғаннан кейін, балалы, шағалы болғаннан кейін, бала шағаларымен отырып, Абай атамыздың өлеңдерін ашықтау деген методиканы қолға алдық. Ондағы мақсат жаңа балаларыма кішкентайынан жаңағыдай Абай өлеңдерін жаттатқызамын. Тілдері қалай шығып бастайды, солай жаттатамын. Ол кезде мән мағынасын түсінбеуі мүмкін, бірақ баланың қанша дегенмен мынау архивінде ол қалып қоя береді. Сіңе береді ол сөздер. Сосын соны талдап талқылаймыз отырып алып. Мына жерде Абай атамыз нені меңзеп отыр? Ал мысалы үшін енді өлсе өлер табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңшең білмес дейді. Қаншама нәрсе бар. Сол жерде мен деп нені айтып отыр? Менікі деп нені айтып отыр? Ол жан мен тәннің айырмашылығы осы жерде, иә? Мен деген ол жан, менікі деген ол тән. Жан өлмейді, өзімен бірге кетеді. Менікі, яғни тән осы жерде қалады. Бұл жаңағыдай діни жағынан алып қарасаңыз да, ғылыми жағынан алып қарасаңыз да, қай жағынан алып қарасаңыз да, ешқандай қателік таба алмайсыз бұл жерде. Міне осыны енді мысалы үшін мен өзім бала күнде оны түсінбедім, осыншалықты сырларын. Жаттап өттім, онша түсінбедім. Сосын өлсе өлер табиғат адам өлмес дегенде де түсіне алмадым. Қазір осы балалармен талдап отырсақ, мысалы үшін мен өзімнің
үлкен қызым болу керек айтқан. Осы сөзді, дәл осыды тармағын түсіндіріп берші деген кезімде айтты. Табиғат өледі деді әке. Мысалы үшін, динозаврлар өліп қалды ғой деді. Енді ешқашан еш уақытта динозаврлар келмейді дейді. Адам өлмейді дейді. Былай қарасаңыз, шын, мен бұған қарсы ешқандай дау айта алмаймын. Шынында да солай. Кейбір табиғат енді мысалы үшін, сол ғой енді табиғат. Кейбір табиғи құбылыстардың салдарынан көптеген жан-жануарлар, әртүрлі жаңағыдай экологияда өзгерістерге байланысты жойылып кетіп жатыр, соны айтып отыр. Адам өлмейді деп отыр, өйткені адам жаны өлмейді деп отқанымыз соның ішінде жан, мен деген нәрсе. Осылай талдау, ашықтау арқылы одан сайын оның сырына қаныға түсесің, әрі ана өлеңде түсінікті болып жаттап алып сайт, қанша деген түсініп тұрып жаттаған бір бөлек, жай жаңағыдай мектепте әдетте мұғалім, мысалы үшін қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі тапсырма беріп жүріп, жай оқып жаттап келіп, сол жаттап келген үшін бағалатын кездеріміз болатын еді ғой. Ол бір бөлек. Жақсы, ендеше дәл осы жаңа Абайдың әрбір өлеңін, қара сөздерін ойға ала отырып, ұлыңызды ұлықтап, қызыңызды қылықтап, өмірге бейімдеп тәрбиелеп жатыр екенсіз. Ендеше тек қана сіздердің әке-аналық жолдарыңызды дұрыс жағынан қуып, сіздерден үлгі алатын ұлықтыл, қылықты қыз болып өссін демекпін. Келесі кезекте енді жалпы адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, замандасы кінәлі дейді. Бұл да Ұлы Абайдың сөзі. Ал сіз не дейсіз осы турасында? Бұл жерде Абай атамыз әрқайсымызға жауапкершілік жүктеп отыр. Міне, дәл қазір осы Абай атамыздың осы өлеңі, осы айтқан сөзі, дәл қазір актуальны бола түсуде. Неге екенін айтайын. Қазір сіз көптеген психолог мамандарды тыңдаңызшы. Біздің жастарымыз көп осы әуес, осы Инстаграм желісінде осындай көп отырады. Өзің үшін өмір сүр. Өзің үшін жаңағыдай кейін, өзің үшін жаңағыдай еңбек ет деген сөздерді өзімшілдікке баурайтын өте көп айтылады. Байқасаңыздар. Осындай заңдылық кәдімгі кетіп бара жатыр. Ол деген сөз, сонымен қатар шетелге кеткісі келетін жастар көбейіп жатыр дейді. Ол қаншалықты рас өтірігін білмеймін, мен статистикалық қолымда мәліметтер жоқ. Оның ішінде қаншасы қазақ. Ал қазақы осының ішінде көп жағдайда мен өзім ойлаймын енді. Осының ішінде қазақы тәрбие алып өскен адамдар аз болар-ау деп өз басым ойлаймын. Неге? Қазақы, яғни ауылда өсіп өнген, ауылдың топырағында өскен, мынау ата-ананың, тума-туыс ағайынның қадірін білетін жастар. Мысалы үшін маған қазір Европаға барып тұр десе, болмаса Америкадан керемет бір жағдай жасап береміз, Америка көшіп кетсін. Мен өлгенде көше алмаймын оған. О жақта маған қанша жерде материалдық игіліктер болса да, ол маған көңіліме қуаныш сыйламайды. Өз еліңнен, өз ағайыныңнан бөлініп қайда барасың? Өле жегенше бөле же, у ішсең руымен іш деген сөздер негізінде мағынасы осы. Яғни Абай айтып отыр, ел үшін қызмет етуге, дәл мысалы тіл мәселесін алып қарайықшы, бұл жерде ұзақ ауқымды тұрғыда алып кетуге болады. Мысалы үшін тіл мәселесін мен 2006 жылы прокуратурадан кеттім, 2007-ден бастап қолға алдым. Мен Абай атамыздың осы сөздерін терең түсінгеннен кейінгі жерде, қабылдағаннан кейінгі жерде осы іске саналы түрде бардым деп есептеймін өз басымда. Әйтпесе бұл маған ешқандай ақша келмейді. Жеке басыма ешқандай бір проблема тудырмаса, бұл маған бір жақсы бір ондай пайда келмейтін дүние. Қай жағына алып қарасаңыз да. Оппозиционер атандық кәдімгідей, сол осы мәселемен жүреміз деп. Прокуратурада жүрген кезде осы мәселемен көп қарсылықтар туындайтын. Ол өте көп енді, ол тіпті мысалдар келтіріп берсеңіз, мен жүздеген мысал келтіріп бере аламын. Ал сонда, яғни жауапкершілікті мойныңа арқалауың керек. Замандасыңның жағдай азып тозып бара жатқаны, оның тілді ең қарапайым түрін айтайын. Мінекей, алдымызда оқу жылы келе жатыр. Әрбір осы тыңдап отырған азамат өзінің айналасында жора жолдас ағайындар бар ғой. Солардың балаларының орыс сыныбына емес, қазақ сыныбына баруына әсер етсін. Егер сіздердің жолдастарыңыз, ағайындарыңыздың балдары орыс сыныбына баратын болса, сіз кінәлісіз. Абай атамыз осыны айтып отыр. Сіз соны айтпадыңыз, соны айтуды қажет деп таппадыңыз, сіз соған өзіңізде бойыңызда ерік жігер күш болмады сіздің. Яғни сіздің де бұл жерде кінәңіз бар. Сондықтан қай бір дүниеге болсын, үлкен жауапкершілікпен қарау керек дейсіз ғой.
Мінекей қымбатты көрермен қауым, бірнеше жарты сағаттың көлемінде Абзал мырзамен осы тіл мәселесі жөнінде әңгіме өрбітіп келеміз. Жаңадан қосылған көрермен қауым болатын болса, сіз не дейсіз жобасы тікелей эфирде қояр сауалдарыңыз, жолдар ақ тілектеріңіз болса, мархабат, біз міндетті түрде оқып жеткізетін боламыз. Және қымбатты көрермен, сіздерге сауал тастайыншы осы тұрғысында. Жаңа ғана ұлттық тәрбие, жалпы тәрбиенің қайдан басталғаны дұрыс деген секілді сансыз сауалдарға Абзал мырза өз сөзімен жауап қайтарған болатын. Ал сіздердің отбасыларыңызда осы тәрбие 100% қазақ тілінде беріле ме, жоқ әлде заман ағымына сай 50-50 ме? Дәл осы сұраққа тікелей эфир барысында пікір қалдыра отырып жауап берулеріңізді сұраймын. Біз сіздердің пікірлеріңізді асыға күтетін боламыз. Енді Абзал мырза, дәл осы тілге жанашырлық таныту, тіл айналасындағы қай бір істе болсын табылу, жалпы неден басталған дүние? Әрбір дүниенің басы қасында бір идея, ой болады ғой, осы дүниені іске алсам, осындай дүниеге қол жеткіземін, немесе осы қадамды бассам, осындай биікке көтерілемін деген секілді. Бұл сіздің қандай да бір мақсат қоя отырып іске жоспарлап алған дүниеңіз бе? Өте жақсы сұрақ екендігін айтайын. 2004 жылы, бұл енді мен былай бір бұқаралық ақпарат құралына мен жалпы енді көпшіл адаммын. Жүрген жерімде, қай жақта жүрмейін, Астанада жүрейін, Алматыда жүрейін, әйтеуір интервью сұраушы журналист ағайындар кемде кем, енді кемшін емес ол жағынан. Қайғы жерде осы тілге қатысты болсын интервью беріп жүрмін. Бірақ дәл ондай сұрақ, осылай тура сұрақ қойылмаған екен. Айтайын сондықтан, енді қазір көрсете алмаймын, өзім бірге алып келгем жоқ, бірақ та жалпы айналамда көп адам білмейтін. 2004 жылы мен прокуратура органдарында қызмет етіп жүрмін. Сол кезде ылғи мен осы тіл мәселесімен айтысып тартысып қала беретінмін. Өзіміздің әріптестерімізбен, өйткені ол кезде облыстық прокуратураның өзінде басқа ұлт өкілдері өте көп істеді. Қазақ тілінде ешқандай іс жүргізу жоқ, тек қана орыс тілін қазақшаға көшіру ғана бар. Ылғи біздер есеп тапсырған кезде де, ол кезде жаңағыдай бумажный носитель дейді, қағазбен тапсырамыз. Ақпарат берген кезде де таза қазақ ауданда істеп жүрсең де, сені орыс тілінен талап етеді де ақпаратты. Біз түсінбейміз дейді қазақша. Біз қырсық қазақша жазамыз жаңағыдай, жоқ, түсінбесеңіз енді мен құқымды неге шектейсіз? Енді кілең заңгерлеріміз айтыр, заң тілінде сөйлесеміз, заң жүзінде біздікі дұрыс. Жаңағыдай. Оны жаңа басшың шығады, жаңа, онда енді сен облыста біздің есебіміз, отчетымыз өтпей қалады. Сен қазақша, орысша жаза аласың ғой, жаз шеш деп сен. Деп жаңа. Сондай конфликттерім жүрген кезде, сосын жаңа жалпы айналада қоршаған мынау тілдік ахуалға байланысты ылғи бір ренішім жүретін. Министрлер қайда қарап отыр, ана не қайда қарап отыр, басшылар қайда қарап отыр деген сияқты. Сон таңғы сағат 4-тің шамасында 2004 жылы таңғы сағат 4-тен кете мен бір аяқ астынан бір ұйқым шайдай ашылды да қоя бет. Бір осознание дейді ғой, сондай келді. Дәл қазақша нұсқасын таба алмай тұрмын қазір. Осознание келгендей болды басыма бір. Жақсы, мен анадан көрем, анау кінәлдеп. Мынадан көрем. Мен өзім мойныма қандай жауапкершілік арқаладым? Мен өзім осы тілдегі ахуалды дұрыстау үшін не істей аламын жалпы? Неге мен елге өкпелеп жүрмін керек? Содан мен сол кезде отырып, алдында жоспар жасадым. Дәл осы тілге байланысты өз басым не істей аламын, не қоя аламын. Енді мен жоғарғы білімді заңгермін. Қазақ мемлекеттік заң академиясы прокурор сот факультетін қызыл дипломмен бітірдім. Дарынды балаларға мектеп лицей интернатын бітірдім. Сонда ең жоғарғы білімді деген, және заңгер, және прокуратура сияқты қызмет етіп жүрген мен шарасыз болсам, ол жай қарапайым, жай адам. Олардан не күтеміз? Олардан не күтеміз деп ойладым да. Соны өзім жоспар жасадым. Енді ол жоспарда көп нәрсе жазылды, оны тәптіштеп айтпай қояйын, бірақ қазіргі таңда мен сол жоспармен жүріп келе жатқандығымды айттым бет. Дәл осы тілге байланысты мен бұны енді ойдан құрап айтып отырғам жоқ, бұндай нәрсені енді ойда. Бірақ осы бұл жоспарымды Қазыбек Құттымұратұлына көрсеткен кезінде өз қолыммен жазған, кәдімгідей енді қаламсаппен жаңағыдай ақ қағазға отырып шемайлап жазған. Тағы да осы 1-2 жақын деген жолдастарым маған көрсеткен кезінде. Сол себепті қазір тікелей сұрақ қойып қалған жерде мен жауап беріп отырмын. Бірінші рет бұндай сұрақ қойып тұр, осы кезде мен айтпағам ешкімге. Қоғам алдында, ел алдында айтпағам. Жақсы, керемет. Енді ақырғы осындай дүниеге келген екенсіз, осындай шешімге келген екенсіз, иә? Қазірдің өзінде қателесуім де мүмкін, қателеспеуім де мүмкін. Әлеуметтік желіден алған ақпаратым 30-ға жуық сот процесінен
Иә. Яғни жеңіс тауыпсыз. Яғни өзіңіздің діттеген мақсатыңызға жете білген адамсыз. Бірақ көп жерде тілге қатысты сот процестерінде өзіңіздің атағыңыз келмейді екен. Бұған не себеп? Оған нақты себеп біреу. Ең бастысы, мен мысалы үшін Қуат Ахметов сияқты азаматты қолдаймын, Руза Бейсенбайтегі сияқты азаматты қолдаймын, Павлодар қаласынан, Қуат Қостанай облысынан. Жұлдызай Форт деген бар қазір мынау Өскемен қаласынан. Осы Шымкенттен Серік деген азамат қосылды жақында. Мынау Ақтауда бар. Көп деген жерде енді Оғыз Доған болды бір кездері Эйр Астанасы бойынша білесіздер. Сол адамдарды алдыма шығарып қойсам, өйткені олардың әрқайсының мамандығы әртүрлі. Мысалы үшін Қуаттың тіпті жоғарғы білімі де жоқ. Мен сол арқылы қарапайым кез келген қазақ азаматы тұтынушы ретінде осындай істерде жеңіске жете алатынын көрсеткім келеді. Егер мен жүретін болсам басында, ең алдыңғы қатарда бірінші орында мен тұратын болсам ол жерде, онда басқа адамдарға ол сенімсіздік ұялатады. Өйткені олар ойлайды, Абзал ол бұрынғы прокуратура қызметкері, мамандығы жоғары білімді заңгер, өзі адвокат. Енді сол себепті жеңіп кетті деп ойлайды. Негізінде кез келген азамат ол мына заңда бар екендігін көру керек, білу керек, сезіну керек. Яғни жеме-жемге келіп қалған кезде ол сотқа дейін жеткізетін болса, соған өзі табандылық таныта алатын болса, ол жеңе алатындығын, заң соның жағында екендігін сезіну керек. Сол себепті мен өзімнің көп жерде атымды атағым келмейді, шама келгенше көрінбей қалуға тырысамын. Жақсы, мың алғыс. Жаңа ғана осы айтып өттім, жоғарыда сауал тастадым. Жалпы отбасыларыңыздағы тәрбие 100% қазақ тілінде жүре ме деген секілді. Осы турасында WhatsApp әлеуметтік желісіне Айман есімді қала тұрғынынан келген екен. Ұлықты ұл, қылықты қыз етіп 100% қазақ тілінде тәрбие бере алмаймын дейді. Не себепті деп сауал тастағыңыз келсе, менің үйден қазақ тілінде берген тәрбиемді ұлым мен қызымның жүретін ортасы бұзуы мүмкін дейді. Яғни оның ішінде мектебі бар, баратын балабақшасы бар, өзінің араласатын достары бар. Расымен де қазір 5 қазақ тұрып арасына бір өзге ұлт өкілі кірсе, міндетті түрде біз жапа-тармағай сол өзге ұлттың тілінде сайрайтындығымыз рас қой. Әрине. Енді бұл қалай болған жағдайда жауапкершіліктен қашу деп есептеймін. Өмірдің мәні әрбірінің соң неге тұрады? Мен мұндай дін өкілдерімен де кездесіп қалған кезде осы бір методты қолданамын да, өйткені дауласу, біреуге бір нәрсені дәлелдеу, ол өте қиын нәрсе де, адам өзі бір шешім қабылдап қойса, ол шешіміне әсер ету. Сол кезде айтамын да, әуел баста Алла Тағала оның қолында тұр еді ғой, барлығын бір ұлт қылып жаратуға. Егер жаратушы бір Алла деп Айман ханым сенетін болса, барлығын бір тілде сөйлейтін қылып жаратуға мүмкіндік бар. Бірақ әрқайсысын әртүрлі ұлт қылып, әрқайсысына әртүрлі тіл беріп, әртүрлі мәдениет өкілдері қылып жаратудағы әу бастағы мақсаты, Құранның өзінде жазылған жері бар, біріңді бірі тану үшін жараттым дейді, әртүрлі қылып жараттым дейді. Яғни бізді қазақ қылып жаралдық па, ата-бабамыз қазақ па, қазақтың тілін, қазақтың мәдениетін, қазақтың ділін, менталитетін сақтап қалуға біз міндеттіміз. Және бұл жерде ортасы бұзып жүреді деп қорқып, немесе басқа да бір сыртқы себеп салдарды басшылық қалып, үмітсіздікке салынуға болмайды. Тағы да мына еврей халқының ерлігін естеріңізге салғым келеді. Әлде қашан мемлекеттіліктерін айырылып, жан-жаққа тозып, шашырап кеткен жерден күні кеше 20 ғасырдың ортасында мінекей қайтадан мемлекет құрап алды. Қайтадан өздерінің тілдерін сақтап қалғандығы арқасында өз мәдениетін де, ділін де, бәрін де қайтарып орнына келтіріп алды. Сондықтан да оған қарағанда біздің жағдайымыз тойға барғандай. Я болмаса қазіргі мынау Ресей Федерациясының құрамында отырған көптеген шағын ұлттарға қарағанда түркі жұртын айтып отырмын жалпы. Біздің жағдайымыз тойға барғандай. Ең бастысы тәуелсіздігіміз бар. Өзіміздің заңдарымыз бар. Өзіміздің жаңа билігіміз бар. Қалай болған жағдайда біздің жағдайымыз қазір тойға барған. Ноғай халқымен салыстырып көріңізші ал. Ноғай деген халықты мен жалпы болашағы жоқ деп есептеймін. Бәрінен айырылды, мысалы үшін. Ал оның қасында енді біздің мәдениетіміз бар, қаншама тамыры тереңге кеткен тарихымыз бар. Біздің мына өзімізде бар нәрсені айтып өзіміз шығатын болсақ, артықшылықтарымыз, жаңа жыр дастандар, қаншама, оның барлығы дейтін зор байлық, біздің шежіреміз бар. Шежіренің өзі туралы бір бөлек әңгіме айтуға болады.
бұл байлықты біз көзіміз көрмей отырық. Мен өзім осыны терең емес, бір жақсы білемін деп жүрген адам едім. 2018 жылдары екен, мен енді мынау Европада көп болған. Сол жақтағы өзіміздің бауырларымызды қорғап жүрген кезде. Лондондық жергілікті бір адвокатымен сөйлесудің сәті түсті. Сол кезде ол сөйлесіп отырып, осы тіл мәселесіне кетті, шежіре мәселесіне кеткен кезде, мен қазақтың жеті атасын білмеген жетесіз деген мақалын енді тура айта алмайсың әрине, шама келгенше түсіндірдім. Сол кезде ол қатты таңғалды. Сіздерді мен деген ондай халық деп ойлаған жоқ едім деп. Мен дейді 14 атамның атын білем дейді. 11 ма, 10 ба атасының өзінің айтуынша үйінде портреті тұр екен. Оларда живопись өнері кең тарады ғой енді. Кең дамыған. Соны айтады да, мен сіздер онда мықты халық екенсіздер дейді. Әлемде өз шежіресін білетін ұлт аз дейді. Бірақ мен қазақтар сіздер өз шежіресін біледі деп ойламап едім деп. Ол қатты таңғалды. Сөйтсем бұл шежіре деген, ру деген нәрсе біз ұялатын, намыстанатын емес, біз мақтанатын нәрсе екен. Осылардың бәрін ойластыратын болсаңыз, егер Айман ханым жан-жақты былай әлем халықтарының мынау этимологиясын, мәдениетін, шежіре деген нәрселерді зерттеп қарасаңыз, қазақ деген халықтың тамыры өте терең екенін байқаған болар едіңіз, және өз ұлттық құндылықтарыңыздан былай жоқтан өзге сылтауратып бас тартпаған болар едіңіз. Көп рахмет Айман ханым, егер бізді көріп отырған болсаңыз, Абзал мырзаның айтқан әрбір сөзі сізге үлкен ой салды деген ниеттеміз. Келесі кезекте енді мына соңғы әзірде, дәл қазір Facebook әлеуметтік желісі болсын, Instagram әлеуметтік желісі болсын, қандай да бір осы ақпаратты тарататын бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінен дәл осы соңғы бір ай, 2 айдың көлемінде тіл жанашырларына қатысты дау-дамайлар күшейіп кетті. Бұның себебі неде? Бұл осылай болу керек еді. Кез келген, бұл өзі ұзақтан біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Ың-шыңсыз, енді кейбір жерлерде әрине эмоция көрініс табуы мүмкін, бірақ тіл майданына қатысты айтайын. Нақты Қуат Ахметовтың өзінің тікелей бастамасымен соңғы бірнеше жыл, екеумізден 9 жылдан бері бірге келе жатырған азаматтарымыз. Бүкіл Қуат Ахметовтың істерінің артында менің қолтаңбам тұр. Ол мен ашық айтамын, одан бас тартпаймын. Бірақ кез келген қоғамдық бір қызмет ерте ме кеш пе оның даму бір сатысы болады, шарықтау шегі болады, бір сондай шиеленісті сәттері болады. Мен бұл шиеленісті сәт осы енді болған екен-ау деп өз басым ойлап отырмын. Мен бұны жаман нәрсе деп есептемеймін, бұл керісінше. Мына рекламада, жарнамада да черный пиар деген бар. Оны мен ойлап тапқам жоқ, ол бизнес жарнамада да бар, ол басқа да, ол қоғамдық, сонымен қатар саяси қызметте де жалпы бар нәрсе. Бұл жерде тіпті осыны жаңадай неше түрліні жамап, жасқап, қара пиар жасағанменен, қара пиардың өзі бәрібір пиар болады. Бұл керісінше халыққа біздің негізгі идеямыздың, ұстанымымызды әрі қарай таныта түсу үшін қажет дүние деп есептеймін. Ал енді сіз қазір қараңыз, тіл майданы деп ашып қараңызда, бір тіл майданының атынан қатысып жатқан жігіттердің анау Қырғызстандағыдай өзінің мынау дұрыс қызмет көрсетпеген басқа ұлт өкілдеріне стакан лақтырып жатқан, қандай да бір физикалық тұрғыдан күш қолданып жатқан, қандай да бір құқық бұзушылыққа барған сәтін сіз таба алмайсыз. Неге десеңіз, басынан бастап біз барлық мына өзімнің видео сабақтарымда айтып келемін. Сіздің ар-намысқа тиетін сөз айтады. Сіздің ұлтыңызға тиеді, ұлтыңыздың намысына тиеді. Тіпті керектен сізге қол жұмсауы мүмкін. Қандай жағдайда да сіз провокацияға бой алдырмаңыз деп айтып отырамын. Біз тек қана заңның шеңберінде, шеңберінде ғана әрекет етеміз деген сөзді саналарына құйып отырамын. Қараңыз. Ал енді сол толықтай заңды қызметімізді заңсыз көрсетуге қазір тырысып жатыр біреулер. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Жалпы енді осы турасында тағы бір сауал. Жалпы туған тіліне құрмет көрсете алмайтындар, жоғарыда айттық, заң турасынан қазір еш жазалаусыз, яғни оларға ешқандай жаза қолданбайды. Дей тұрғанмен өзіңіздің ағалық ақылыңыз осы өзінің туған тілін жетік білмей тұрып, өзге тілге деген құрметі жоғары, өзге тілде керемет сөйлейтін бауырларыңызға, іні қарындастарыңызға жалпы қандай ағалық ақыл кеңес бересіз?
Біріншіден бұл мәдениетсіздік. Өзінің тілінен бас тарту деген сөз, ол үлкен мәдениетсіздік. Енді мәдениетсіздік дегеніміз ол барынан айырылу ғой, барынан. Ішкі жан дүниесі қуыс, бос, тек қана мынау дүнияны, ақшаны, материалдық игілікті ғана бірінші орын қоятын адамдардың іс-әрекеті. Ерте ме, кеш пе осыны істеп жүрген адамдар бәрібір түбі өкінішке ұрынады. Тіпті қазір оны сезінбесе де, әбден қартайып, анау бала шағасының, анау Абылайдың түсіндегідей неше түрлі әлгі құрт құмырсқа болып жыбырлап кеткенін көріп, өзінің ұлтынан біржота ажырағанын көріп, немесе тіпті қазақтан көңілі қалып, Ресейге кетіп қалып, Ресейге барған кезде сен чурка деп оны ұрып теуіп жатқан сәтінде болсын, әйтеуір әртүрлі сәтте ол өкініш түбі келмей қоймасы анық. Қазақ тілі тұрғысынан, қазақ тұрғысынан ойламай-ақ, басқа ұлттар мен ұлыстар тұрғысынан ойласыншы. Әлемнің ең белгілі адамдарының барлығының еңбегін оқып шықсыншы. Ең мықты деген әдебиеттерді оқып шықсыншы. Тіпті ағылшын тілінде оқысын, орыс тілінде оқысын. Қай жерде айтыпты, сен өз ұлтыңның тілінен бас тартып та бақытты ғұмыр кеше аласың деп. Еш жерден ондай даналық сөзді таба алмайды. Тек қана ол Абзал Құспан айтпайды, оны тек қана қазақтар ғана айтпаймыз, біздің қазақтың ақын жазушылар емес. Әлем бойынша бірде-бір белгілі енді ғалым бұлай айтпағаны анық. Керісінше өз тіліңнен, өз мәдениетіңнен, өз ұлтыңнан ажырағаның, ол сенің өзіңнен ажырағаның екендігін айтқан еңбектерде сан жоқ. Міне, орыс тілін соны керемет, мысалы үшін, орысты әулие тұтып, орыс тіліне біржолата кетме, орысша санасы қалыптасма, орыс тіліндегі кітаптарды оқысын. Толстойды оқысын, Тургеневті оқысын, басқаны оқысын. Бұндай еңбек талай. Сол арқылы кішкене ойлану керек. Адам, абай айтпақшы, өзінен өзі бір сәт есеп алу керек. Ең болмаса, әйтеуір, бір айда бір рет, тіпті жылына бір рет өзінен бір есеп алып қою керек қой, абай атамыздың принципімен. Мен кіммін? Болмаса Шәкәрім атамыздың сұрағын қойсын өзіне. Кіммін? Қайда барам? Бұл өмірге неге келдім деген нәрселерді сұрау керек та өзіне өзі. Ол тек қана енді абай атамыз айтқандай, ішіп, жеп, соған мәз болатын мақұлықтан айырмашылығы қандай екен? Бір мақұлықтан қай жерім менің ерекшелігім бар деген сұраққа бір жауап іздеу керек қой. Дұрыс айтасыз. Қымбатты көрермен, мінекей біздің эфиріміз өзінің соңына таяп келіп қалды. Сондықтан әлі де болсын сіздердің уақыттарыңыз бар, қояр сауал немесе білдірер тілектеріңіз болса. Ендігі Абзал мырза, келесі кезектегі қояр сұрағым, жалпы осы іспен айналысып келе жатқаныңыз кеше емес, немесе бір ай, бір жыл емес, бірнеше жылдың төңірегі. Қаншама көз майыңызды тамызып, қаншама күш жігеріңіз, қаншама маңдай теріңіз, қаншама жерлерге басыңызды дауға тігіп, қаншама жерде өзіңіздің атыңызды басқа тұрғыдан да атап жатқандар, сіздің сыртыңыздан талай пышақ ұрғандар, оның барлығын қазір әлеуметтік желіден көріп оқып отырмыз, иә. Бірақ соның өзінде де сіз артқа шегінбей, қайтсем де осы діттеген мақсатыма жетемін, ойға алған мақсатыма жетемін деген бір үлкен бір ой, арман мақсатпен әлі де болсын алға жылжып келесіз. Біріншіден сәттілік тілейміз. Екіншіден, дәл осы дүние бүгінгі күнге дейін есеп берер болсаңыз, сізге не берді? Қарапайым нәрсені айтайын. Мен тек қана бұдан зиян жапа шеккен жоқпын. Біріншіден мен қаншалықты қаралаушылар, кәдімгі бір білмеймін, кім біреулер әдейі жалдай ма сондай адамдарды, әлде шынымен олар осыны бір жан тәнімен қаламай ма? Енді ана Ахмет Байтұрсыновтың өлеңінде айтқандай, өзгелердің жаңағыдай жазғаны, өзгелердің қаралағаны емес, өз ауылыңның иттерінің үргені қаттырақ тиеді, соның ішінде қазақ тілді ортадан осыдан қарсыластар тауып алғаныма таң қаласың да кейде. Бірақ олар бір 10 болуы мүмкін, әрі кетсе 20 болуы мүмкін. Жақтас, ниеттес, пікірлес адамдар жүздеп, мыңдап саналады. Қазақстанның қай түкпіріне бармайын. Егер мен ғайыптан тайып жаңағыдай әлеуметтік желіге мен Шымкентке келіп жатырмын десем, қаншама тілекші қонаққа шақырып бір шай беріп жүруді кәдімгі мақсат тұтып, қалай да саған жаңағыдай ренжіп жататын адамдар. Қызылорда, Шымкент, міне күні кеше мен өзіңіз білесіз, өткен жұмадан бері мен жете алмай жатырмын Оралға. Сонда мен Нұр-Сұлтан қаласы арқылы Алматыға бардым, Алматыдан Шымкентке бардым, Шымкенттен қайтып Нұр-Сұлтан қаласына келдім. Барлық жерде де, тіпті жүрген жерімді жарнамалап жүрмесем де, бірінен бір естіп алып, келіңізші, бір үйімізден шай ішіп кетіңізші деп қонақ қылып жүріп жатқаным бар. Бұл дейтін тамаша нәрсе, бұл керісінше сізге
ықыласпен құрметтейсіз ғой. шабыт сыйлайтын нәрсе, мен айтайын. Сонымен қатар, осы жерде айта кетейінші, бұл енді мақтану емес, бұл осы қоғамдық қызметтің бір берген сыйы деп есептеймін өз басым, артықшылығы деп есептеймін өз басым. Тараз қаласында Құрманбек деген азаматтың шаңырағында, сонымен қатар Шымкент қаласында, дәл қазір есіме түспей отыр, есімі Әсел, толық аты жөні есіме түспей жатыр. Енді жолдасының атын ете алмадым. Сол екі шаңырақта Абзал деген кішкентай бүлдіршіндер өсіп келе жатыр. Және мен қуанатындығым, олар өздері хабарласып, жазып, сіздің құрметіңізге қойдық деп айтты. Мен ол екі шаңырақтың екеуіне де арнайы барып қонақ болдым. Сый сияпатымды бердім. Былайша сол кішкентай абзалдардың енді қазақ нарымен аузына түкіріп, былайша бір батамды бердім. Ал бұл нәрсе мен жасым 40-тан енді асқан шағымда бұл бір үлкен бір берген құрмет деп білесіз ғой. Құрмет деп есептеймін өз басым. Керемет, сіз секілді елім, жерім дейтін, сіз секілді ештеңеден тайсалмай не болса да алға жүремін дейтін, бойында күш қайраты тасыған кішкентай абзалдарымыз ертең сіз секілді аға буын өкілі болсын, еліне, жеріне сыйлы, құрметті азамат болып өссін демекпіз. Жалпы келесі сауалым, енді эфиріміз аяғына тақап қалды. Мемлекеттік тілді жетік білу бізбен сізге не береді, немесе не берді? Бұның сөзсіз артықшылықтары бар. Сонау 2000 жылдар мен Орал қалалық прокуратурасына қызмет етіп жүрген кезімде, Орал қаласында қаралатын, енді біз соттарға қатысамыз, прокурордың көмекшісіміз, Орал қаласында қаралатын қылмыстық істердің ішінен осы қазақ тілінде қылмыстық істер, енді ол қазақ тілді ортаның көбеюіне байланысты үлес салмағы күрт артып кетті. Сол кезде қазақша болса қазақша, орысша болса орысша, екі тілде қатыса алатын мен сияқты мамандарға деген былайша айтқанда қажеттілік артып кетті. Бүкіл Орал қалалық сотының судьялары, сол кезде жұмыс жасаған енді көптеген судьялар бұны растайды деп есептеймін, жаңағыдай арнайы жазып беретін. Процеске Құспан, ол кезде енді оф бар, кейін алып тастадым, Құспанов Абзал Темірғалиевичтен жіберуіңізді сұраймын деп. Біз үлгере алмайтынбыз. Ол одан сайын біздің басшылардың алдында деген, мен әлгі абстрактылы дүниелерді емес, мен нақты нәрселерді айтып отырмын да, нақты. Өзіміздің басшыларымыздың алдында деген, ол беделіңе де сөзсіз әсер ететін нәрсе еді. Одан кейін адвокаттық қызметте де мен оның пайдасын өте көп көрдім. Көптеген істерді, орыс тілінде жүріп жатқан істерді, менде негізінен экономический істер, экономикалық сыбайлас жемқорлық сипатындағы істер, олар негізінен жаңа орыс тілінде тергеледі, орыс тілінде жүреді. Өйткені оның субъектілері, былайша айтқанда оқыған, тоқыған, көз ашық адамдар ғой енді, сауатты деген сияқты, екі тілге бірдей сауатты, сондықтан олар ыңғайлы орысша бере берейік дейді. Ал осы жағдайда тергеушілердің қазақ тілін жетік меңгермегендігін пайдаланып, прокурорлардың қазақ тілін жетік меңгермегендігін пайдаланып, судьялардың да шорқақтығын пайдаланып, көптеген істерде мен процестік заң бұзушылықтар екіге бөлінеді. Заң жалпы екіге бөлінеді. Материалды заң, процестік заң деп. Процестік заң бұзушылықтарды көбірек пайдаланып, қазақ тіліне байланысты. Көптеген істерде мен жетістікке жетуіме, енді оның таратып жатуға уақыт керек. Бірақ көптеген мысалдар келтіріп бере аламын. Жетістікке жетуіме әсер етті. Жалпы неғұрлым көп тіл білсеңіз, соғұрлым сіз мәдениетіңіз арта түседі, соғұрлым сіздің біліміңіз арта түседі. Одан тек қана сіз пайда көресіз, зиян көрмейтіндігіңіз анық. Ал соның ішінде Қазақстан деген елде тұрып, осы елмен болашағыңызды байланыстыратын болсаңыз, онда сіздің болашағыңыз ол сіздің мемлекет тілді білу білмеуіңізбен тікелей байланысты. Бәрібір осындай жағдай туындады қазір. Мемлекеттік қызметке мүлде мемлекеттік тілді білмейтін адам барып қызмет ету өте қиын. Жақсы, жалпы енді қазір бізді тыңдап отырған көрермен бар. Бұдан кейін де әлеуметтік желіге, YouTube әлеуметтік желісіне салынады дәл осы бейне нұсқасы. Сол жерде де бізді біраз осы орта буын, жас буын өкілі тыңдайды деген ниеттеміз. Дәл сол кісілерге үлгі болсын деген ниетпен сауал тастайын. Тіл жанашыры болу үшін не қажет, неден бастау керек? Соншалықты көп не қажет пе? Жоқ, бірақ өте бір маңызды бір мәселе қажет. Енді осы жерде айта кетейін, көп ондай пікір айтпай едім, бірақ соңғы болып жатқан жағдайлар кішкене ашындыра бастады. Мен енді жайлап елдің алдына шығамын ба деген өзім ойға келдім. Айтайын деген ойым мынау. Қарапайым, ерік, жігер, тіпті батырлық деп те айтсақ болады. Сондай қасиет керек. Қазақ тілді орта мен орыс тілді ортаның бір ерекшелігі бар. Осы қанша жыл бойғы жұмыс жасап жатқан кезде байқаған, жаңа Қуат, Жұлдызай, Руза Бейсенбай тегі үш кісінің атын атадым, үшеуі де орыс тілді. Қазақша әрең сөйлеп үйренгендер, шыны керек. Бірақ
Бұл кісілер қазақ тілінің мәселесін көтеріп, кәдімгі енді қандай тірліктер жасап жатқанын бәріңіз де хабардарсыздар. Руза апайымыз тіпті трамвайдың алдына тоқтап, трамвайды тоқтатып тастайды. Енді қараңыз, бұл ерлік пе? Ерлік. Бұл дейтін ерік жігердің мықтылығын қажет ете ме? Қажет етеді. Осының сыры неде деп мен ойлап, мынадай қорытындыға келдім. Қазақ тілді ортаның өкілдері әдетте таңды таңға ұрып, батыр бабалар жайлы, әулие бабалар жайлы, неше түрлі жаңағыдай өткен тарих жайлы әңгіме айтады. Оған олардың қарым қабілеттері жетеді. Бірақ таңертең шыққан кезде ана тұрған дүкенде тұрған қарапайым, ешқандай академик емес, профессор емес, тіпті білімі де жоқ бір орыс тілді адамнан барып қазақ тілінде қызмет сұрауға, қазақ тілінде бір пачка темекі сатып алуға рухы жетпей қалады, рухы жетпей қалады. Мен осы заңдылықты көзіммен анық көргесін айтып отырмын. Дұрыс айтасыз. Яғни қазақ тілді ортаның ішінде комплекс жатыр, үлкен қазақ тілді ортаның өкілдерінде. Мені орыс тілін білмей қалама деп ойлап қалама, мені жаңағыдай бұлар оқымаған, сауатсыз деп айтама деген комплекс жатыр. Ал орыс тілін шешен меңгеріп, орыс тілінде білім алған адамда ондай комплекс жоқ. Ол кез келген орысыңмен орысыңнан артық орысша сөйлеп беруі мүмкін, мысалы үшін орыс тілді ортаның өкілімен деп. Сондықтан іштегі осы комплекстен арылу керек. Өз еліңде, өз жеріңде тұрып жатырсың, ешқандай бұл жерде философияның қажеті жоқ. Күн сайын жүрген жеріңде тілдік ахуалды қалыптастыр. Болды. Міне ол деген сөз, сіз бар министрмен, анау үлкен лауазым иелермен тартысудың қажеті жоқ. Сіз міне күнделікті үйіңізден шығып, жұмысыңызға барыңыз, қайтып келдіңіз, сол жерде қаншама затпен қызметті тұтынып үлгересіз. Соның бәрінде қарапайым қазақ тілінде талап етіп, қазақ тілді ортаны қалыптастыра бересіз. Болды. Басқа жол жоқ бұл жерде. Керемет. Мінекей қымбатты көрермен қауым, 1 сағатқа жуық бізбенсіз Абзал мырзаның айтып өткен әрбір сөзінен үлкен мән мағына ой түйдік деген ниеттеміз. Абзал мырза, сізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Бір айтқан сөзімізді жерге тастамай қабыл алып, уақытыңыздың тығыздығына қарамастан талай елді жерді аралап болсын уақытыңызды арнап келгеніңізге мың алғыс. Қашанда жолыңыз ашық болсын. Осы ұлтым үшін жанымды беремін, тілім үшін қашанда барлығын соңына дейін жеткіземін деген ерік жігеріңіз таусылмасын. Тек қана сізге сәттілік пен жақсылық тілеймін. Енді эфир соңында қорытынды өзіңіздің түйіп айтар бір сөзіңіз болса, біз сонан соң эфирімізді аяқтаймыз. Иә, қазір осы жағдайда, осы мүмкіндікті пайдаланып, мен әрбір азаматқа бұл да бір майдан, бұл көзге көрінбейтін майдан. Сонау 1942 жылы Бауыржан Момышұлы атамыздың айтқан мына бір сөзін естеріңізге салғым келеді. Енді қысқаша бір енді дәл сөзбе-сөз айта алмай қалуы мүмкін. Негізгі мағынасы мынаған саяды. Бұл соғыс дейді, өтер кетер, біз жеңіске жетерміз дейді. Бірақ алда көрінбейтін майдан тұр дейді. Көрінбейтін. Яғни жау бар, бірақ ол абстрактылы жау, көзге көрінбейді, қолмен ұстай алмайсыз, көзбен көре алмайсыз. Осы соғыста біз аман шығуымыз керек. Ол идеологиялық соғыс айтып отыр. Бұл қазір идеологиялық соғыстың қазір қан ортасында жүрміз. Бұны бір кейін өзінен өзі шешіліп қалатын бір мәселе деп қарамауымыз керек. Әр қайсымыз осы майданда үлес қосуымыз керек. Әр түрлі жағынан. Әркім мемлекет қызметші ретінде жайлап осы тілдік ахуалды жақсарту керек. Қолындағы бар билігін пайдаланып. Жай қарапайым тұтынушы өзінің жүрген жерінің ортасында тілдік ахуалды жақсартуға араласу. Сол арқылы сіз осы тіл майданына араласасыз. Тіл майдан деген ол ешқандай ұйым емес, тіл майдан деген ол идея. Біз идеяны ұсынып отырмыз. Бізге сілтеме жасасаңыз да, жасамасаңыз өз ерік өзіңізде, бірақ өзіңіздің арыңыздың алдында, өзіңіздің ұятыңыздың алдында өзіңіз жауап бересіз. Өз ана тіліңізді сіз қаншалықты өзіңіз қорғай алдыңыз, қорғай алып жүрсіз. Міне осы сұрақты өзіңізге өзіңіз қойып жүрсеңіз, бұл бәріміздің де осы қалауымыз, мақсатымыз осы мақсатқа бәріміз бірге жетейік. Рахмет көп-көп. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бұл әрине барлығымыз білетін Мұқағали Мақатаевтың кереметтей өлең жолдары. Осына өлең жолдарында ұлттың ұлы байлығы,
басты тұғыры тіл екендігі айтылып өтілді. Ендеше қымбатты Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғындары, жалпы осы бейне сюжетті тамашалап көретін барша қазақстандықтарға айтарымыз, сөз соңында әдеттегідей өз анамызға деген қадір қасиетіміз, махаббатымыз, сыйластығымыз қандай жоғары дәрежеде болса, туған тілге деген құрметіміз де дәл сондай биік болуы керек. Жақсы күндерде жолыққанша аман, саушылықта болыңыздар, алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.